Ассалаумағалейкум, мен бүгін сіздерге Жиренат деген өлеңімді оқып берейін. Сауда жасап жүгірген мен шетелге, бара алмадым, көп болды ата мекенге. Телефон кеп қалды міне әкемнен, не дер екен, ұрсар ма әлде, кекер ме? Алейкүссалам, амансың ба әй балам? Сенен хабар болмағалы қай заман? Нән қалада ұмыттың ба әкеңді? 40 шоқпыт кигіз үйді жайлаған. Ал өзіңді мазалаған себебім, көзім барда көрейінші деп едім. Қоян екеш сағынады қоян да, қанжығада көрісетін көжегін. Жоқ, әке, мені ағат түсінбе. Күндіз ойда, жүрсіз түнде түсімде. Қарбаластап кеттім мүлде, қазір мен уақыт жоқ ауыл жаққа түсуге. Қиын болды, әке қазір жамбағыз. Демалыстың ауылы да қалдалыс. Қайда барсаң туралау, қайда барсаң қазыналық дағдарыс. Кешір ұлым, рас сені қинадым. Ойлағаның дұрыс салай үй қамын. Ал әкеңнің сатылды мал мүлігі, екі ағайда жоқ болды бар жиғаным. Сатты шешең білезігін жүзігін, бұл өмірде қалмағандай қызығым. Жиде бақты майға бердік, атызды Жиренатты сата салдық біз ұлым. Әке, не дейсіз? Бәрі жалған, қалжыңдадым дегейсіз. Баламай, қалжың менің нетеңім. Өкініштен өртеніп те кетемін. Шешең көнне зіннаттарын сатқанда білдім бәрі тым баянсыз екенін. Қасарыса қарсы жүрер дауылға, бір қайсарлық бар еді ғой қаныңда. Анашымның жүзіктерін сатардай, не болды әке? Не болды әке ауылда? Ауыл өзі емдейміз деп алғашта, өкілдерім оңды солды салмас па? Күндіз басым көтертпеді, ал түнде шеге төсеп қойғандай боп жамбасқа. Шақырғанда кір айы кетіктің, нәлісімен жер тырналап етіктің. Мен тұрмысып жатсам жарық жалғанға, шекарасып сауда жасап кетіпсің. 2 ай бойы көзім өспе шыққалы, шыққыр жаным шығып барып шықпады. Ал жалғыз ұл хабарласпай кеткен соң, барын сату оптанаңның ұққаны. Не дейсіз деп мен өкіре құладым. Қағас естіп қалған жоқ па құлағым? Мен директор екенімді ұмыттым, көздерімнен ытқып ақты бұлағым. Ауруым меңдей берсін меңдесе, разымын сенің сәулең сөнбесе. Емдетерлік ақша дайын болмаса, көзді беріп құтылармын ендеше. Баламай, мазалаған себебін, менде сондай қайырлаған кемемін. Ең соңғы рет өз көзіммен өзіңді көріп қалсам деп едім. Онда әке, қайғы мұңға маталма, мұндай шақта ұлың қарап жатар ма? Мен ілезде жетіп барам қасыңа, компаниямды сатам да. Әке, азаптанып бекерге, неге хабар бермегенсіз есерге? Алтынның да жанарбайтын жарқылы жанарыңның жарығына жетер ме? Әке, бақыттымын сендермен, айығасыз кесел салған шеңгелден. Әйелімнің бриллиант алқасын анашымның жүзігіне тең көрмен. Әке, мен алдыңда баламын, докторларын іске қосып қаланың. Өз қанымды сассамдағы көзіңді аман алып қаламын. Осы сәтте әкем терең күрсінді. Өз кеудемнен естіп тұрмын дүрсілді. Трубканың ар жағында ауыл тұр, жылқы кісінеп үй түрді. Трубканы анам алды, құлыным, кешірерсің әкеңнің бұл қылығын. Жуып алып тамыз алмай түрәне, көз жасына шылымын. Баламай,
сабам толса пісетін, сарым май бар, сағыныш боп түсетін. Сарқымыз бар, бағылам бар, сорпа бар, тек ұлым жоқ, сарқып-сарқып ішетін. Жирен ат бар, ерттей тұғын ешкім жоқ. Домбыра бар, шерттей тұғын ешкім жоқ. Сосын бізге сен жалғаған телефон, іңгәлаған дауысың да естілмек. Жаным балам, ер мінез бір беткейсің, сондықтан да жалғыз өзің көп дейсің. Компанияңды саталасың біз үшін, ал ауылға неге келіп кетпейсің? Компанияңды саталасың біз үшін, ал ауылға неге келіп кетпейсің? Бұл өлеңімді осы кітабымнан оқып, кішкентай қызым Құсыни сұңқылдап жылап жатыр екен. Қайсы өлеңді оқып отырсың? Ай, оқы. Жирен ат па? Иә. Неге жылап отырсың енді оған? Аянышты ма екен? Анасы сол қызымның жылаған бейнесін интернетке салып қойып еді. Көптеген адамдар маған осы Жирен ат деген өлеңді оқып берші деп өтінді. Сол өтініш бойынша бұл өлеңді оқып отырған жайым бар. Ешқандай бодау тілемейтін, қарымжы күтпейтін жалғыз махаббат болады. Ол ана махаббаты. Ол ананың балаға деген жүрегінде жатқан ең ұлы махаббат. Біздің халық ата-анаға опалылық жағынан бүкіл әлемде алдыңғы орында тұрады. Өйткені бізде қара шаңырақ деген ұғым бар. Біздің көршілеріміз ата-анамыздың, туыс-туғандарымыздың ат ізін суытпай, үйімізге келіп кетіп жататынын көріп қызығады, таңдай қаға тамсанады. Енді қай ұлт екенін айтпай-ақ қояйын, бір көршіміз қазақтар не деген бауырмал, не деген керемет деп таңғалып еді. Сөйтсе, баласы мектеп жасына түскенше, туылғаннан тартып мектеп жасына түскенше, көрші қалада тұратын атасы бір ретте келіп көрмепті. Сондай адамдардың кейін қарттар үйін паналап қалуы табиғи да шығар. Бірақ бұл біздің ұлтымыз үшін мүлде түсініксіз жағдай. Ата-анаға опалылық дегеніміз әрқашан алтынмен аттап, күміспен күптеп, үлдемен бүлдеге орап, материалдық шарт жағдайын ғана қамдап қойып, карточкасына ақша салып, сонымен бітті дейтін шаруа емес. Алтын сарайда отырса да, адамның жүрегі онымен мейірімге бөлене салмайды. Опалылық дегеніміз ең бастысы қартайғанда жанына серік болу, бірге көңілденіп, бірге жүру, бірге мұңайып, бірге қуану, бірге жұбану. Адам баласы үш нәрсенің қадірін түсінбейді екен. Бірі уақыт, екіншісі денсаулық, үшіншісі ата-ана. Осы үшеуінен артық неміз бар? Осы үшеуінен қымбат қандай құндылығымыз бар? Осы кескінді көрген болсаңыз, қазірде ата-анаңызға хабарласып, егер алыста жүрсеңіз, соларға бір көңілділік бағыштап қойғайсыз. Баласының әр рет хабарласқаны ата-ана үшін өте шексіз қуаныштың бірі. Баласынан ешқандай материалдық нәрселер тілемейді әрбір ата-ана. Тек аман жүріп, жақсы жүріп, мүмкін болса жанына жиірек, үнемі келіп тұруын ғана тілейді. Ата-анамыз, әрқандай жақындарымыз бізге мәңгілік жолдас емес. Сондықтан бардың қадірін білейік ағайын.